Барлықтарыңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен керемет дәмді болып шығатын тұшпара дайындайтын боламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен қамырымызды илеп, тындыруға қойып қоямыз жарты сағатқа. Одан соң ішіне салмасына бізге фарш, пияз және де әртүрлі дәмдеуші қажет болады. Егер сіздерге арнам ұнап жатқан болса, арнама қолдау көрсетіп кетіңіздер, және де видеоның астына өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мінекей бізде салмасы дайын. Енді қамырын жаюдан бастаймыз. Ең алдымен тынған қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Менде 3 бөлік зуала шықты, оның 2-ін ғана пайдаландым. Енді жаймен әдемілеп жайып бастаймыз. Пельменіміздің қамыры қатты қалың да, қатты жұқа да болмау қажет. Мінекей бізде қамыр жайылып, енді бөліктерге бөліп аламыз. Ішіне салмасын қажетті мөлшерде салып, пельмендерімізді әдемі етіп түйіп аламыз. Тұшпарларымыз дайын. Енді қайнап тұрған суға 10-15 минут аралығында қайнатып пісіріп аламыз. Мінекей бізде дайын. Енді оны ыдыстарымызға салып, бетіне менде осындай қолдың сары майы ерітіп құятын боламыз. Егер қаласаңыздар, пияздан да жасасаңыздар, керемет болып шығады. Бұл тұшпараларды сорпалы етіп жасасаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Егер сіздерге арнам ұнаған болса, арнама қолдау көрсетіп кетіңіздер, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.